Шынымен де бүгінгі жыр майданның алаңы ерекше құлпырып тұр. 5-ші қатысушымыз Аяны шақырайық. Ая, қай ақынның өлеңін алып келдің? Күләш Ахметованың оңбаған сіз не деген кешірерсіз поэзиясын алып келдім. Жақсы, сәттілік. Рахмет. Сіз осы шынымен білмейсіз бе? Кезігіп қала берем бірде сізге. Сіз жүретін жерлерде әлде мені адасып, нерігіп жүр дейсіз бе? Қағулы махаббат қанатының жаныңызға жабырқап баратыным, байқалмай ма сізге осы қып-қызыл боп қипақтап қалатыным? Сізді ойламай көзімді әлілдіріп, көргенім жоқ, керек бе жалындыру? Өртенем жаныма жалын кіріп, әдейі үнсіз жүрсіз бе бәрін біліп? Қара көзден қашсаңыз несінерсіз? Әдемі бір бақытқа кешігерсіз. Қарап қалсам өтесіз көрмегенсіп. Оңбаған сіз не деген кешірерсіз. Аяға қарап, тамсанып, таңданып отырмын. Шындық керек, Ая сөзімен емес, көзімен де, өзімен де өлең оқиды екен. Қошемет соғыңыздар. Келесі болып, менің таңдауым сайысында бақ сынайтын Аяны шақырамыз. Сайыс шарты түсінікті. Тамаша. Мінеки жебені ұсынатын боламын. Тамаша, жарайсың. 13 таным көздедің, яғни табиғат жыл мезгілдер жайында өлең оқуың керек. Мұқағали Мақатаев, мен таулықпын. Тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүті немі бер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам, бұлт бүркеніп жай отын ала толған. Күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейді қара тұман. Таулымын, тау менің дәубесігім, мен оның әуресімін, сәулесімін. Маған келіп желпейді бесігімді, бір орамын ағытып, сәлдесінің. Тамаша, бүгінгі жыр майдан алаңындағы аруларымыз сақадай сай, тас түйін дайын екенін көрсетті. Ая мүдірген жоқ, өзіне берілген тақырыпты мүлтіксіз орындап шықты. Жарайсың, Ая. Жайғасуға рұқсат. Әзірге Әлібек көш басында Айсұлтан, Ая, Гүлназ. Ендеше Аяны шақырамыз. Мен жеңімпаз Айдары, өзіңе қарсылас ретінде кімді таңдайсың? Әлібекті таңдайым. Әлібек, ортаға шақырамыз. Жыр майданның дәстүрі бойынша мен жеңімпаз Айдары. Тағы да қыз бен жігіттің жекпе-жегін көретін боламыз. Қазір сендерге жыр майдан ұсынған бір поэзия берілетін болады. Сол поэзияны екі жолдан жалғауларыңыз қажет. Кім-кім тоқтайтын болса, сайыс шарты бойынша ұтыласыздар. Түсінікті ғой? Іске сәт ендеше. Жұбан Молдағалиев, мен қазақпын. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүрегімде таныстым мың түніммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда білмеймін. Әлібек,
келесі жолы қазақ болғаннан кейін мен қазақпын өлеңін міндетті түрде жаттап жүресің деген ойдамын. Жақсы. Жақсы, бұл да бір сабақ болады. Рахмет, жайғасайық ендеше. Жақсы, мінекей бүгін қос аруымыз жыр майданның жеңімпазы болды. Әсер қандай? Өте керемет, әсер әрине қиын болды. Бірақ жеңімпаз болып шықтық. Гүлнәр, сенде қандай? Өте керемет. Менде де көңіл күйім жақсы. Қобалжуда болды, басым болды. Бірақ бәрі жақсы аяқталды. Мен бірінші айналымнан бастап сендерге сенген болатынмын. Өйткені ерекше өлеңмен көрерменнің ыстық ықыласына бөленген болатынсыңдар. Жақсы, ендеше сендерге келесі жыр майданның додасында сәттілік тілеймін. Рахмет. Рұқсат.